сәлеметсіз бе? Еуропада жыл сайын 100 мыңдаған ерлер мен әйелдер жүректің кенеттен тоқтауынан қайтыс болады. Бұл өлім жітімдерді шұғыл қызмет келгенге дейін жүрек өкпе реанимациясын жедел бастау арқылы алдын алуға болады. Осы бейнероликте сіздер есек зардап шеккендерге жоғары тиімді жүрек өкпе реанимациясын жүргізудің қадамдық алгоритмін білетін боласыз. Реанимация бойынша Еуропалық кеңестің нұсқаулықтарына сәйкес. Егер сіз қозғалмай жатқан зардап шегушіні анықтаған болсаңыз, абыржымаңыз. Бірінші кезекте өзіңізге, зардап шегушіге және қоршаған ортаға қауіптіліктің жоқтығына көз жеткізіңіз. Осыдан кейін зардап шегушінің бір қырына орналасып жақындаңыз. Зардап шегушінің реакциясын бақылаңыз. Оны абайлап иығынан сілкіңіз. Сіз мені естисіз бе? Сізге не болды деп қатты сұраңыз. Егер зардап шегуші назар аудармайтын болса, онда есі жоқ. Бір мезетте мынадай әрекеттерді орындай отыра, дереу көмек шақырыңыз. Тыныс алу жолдарының тазалығын тексеріңіз және қалпына келтіріңіз. Бір алақаныңызды оның маңдайына қойыңыз және ақырын басын жазыңыз. Бұл ретте екінші қолыңыздың саусақтарын иек астына қойыңыз және оны тыныс алу жолдары ашылғанға дейін көтеріңіз. Зардап шегушінің аузы ашық қала беруі қажет. Кеуде қуысының қозғалысына қараңыз. Пациенттің аузындағы тыныс алуды сезініңіз. Зардап шегушінің барлық бетіндегі тыныс алуды сезініңіз. Осы әрекеттерді қалыпты тыныс алуды айқындағанға дейін 10 секундтан артық уақыт жасаңыз. Егер зардап шегуші ессіз болған жағдайда және қалыпты тыныс алмайтын болса, 103 немесе 112 бойынша шұғыл қызметті шақырыңыз. Көмекті шақыру кезінде зардап шегушінің ессіз екенін, өздігімен тыныс алмайтынын және жүрек өкпе реанимациясының басталғанын хабарлау қажет. Диспетчердің сұрақтарына жауап беру, оқиға болған жерде және тағы басқаларын атап өту. Егер сіздің көмекшіңіз бар болған жағдайда, одан жедел көмекті шақыруын сұраңыз. Автоматты сыртқы дефибриллятор қолжетімді жерде болса, оған көмекшіні жіберу. Егер сіз жалғыз болсаңыз, зардап шегушіні жалғыз қалдырмаңыз. Тез арада жүрек өкпе реанимациясын бастаңыз. Жоғары сапалы жүрек өкпе реанимациясы жүректің тоқтауы кезінде зардап шегушінің өміршеңдігін сақтап қалудың негізгі факторы болып табылады. Және екі негізгі іс-әрекеттен тұрады. Кеуде қуысының компрессиясы және жасанды тыныс алу. Кеуде қуысына 30 компрессия жасаңыз. Зардап шегуші қатты беткейде арқасымен жатқан қалпында болуы тиіс. Зардап шегушінің бір қырына тізерлеп отырыңыз. Бір қолыңыздың алақанын зардап шегушінің кеуде қуысының ортасына қойыңыз. Екінші қолыңыздың алақанын бірінші алақанның үстіне орналастырыңыз. Саусақтарыңызды құлыпқа біріктіріңіз. Зардап шегушінің қабырғаларына қысым келтірмегеніңізге көз жеткізіңіз. Қолдарыңызды түзу ұстаңыз. Іштің үстіне немесе төс сүйегінің төменгі жағынан баспаңыз. Зардап шегушінің кеуде қуысына вертикалды орналасыңыз және төс сүйегіне 5-6 см тереңдікте басыңыз. Әрбір компрессиядан кейін кеуде қуысынан қолды алмай, кеуде қуысын толық босатыңыз. 30 компрессия жасаңыз. Компрессияны минутына 100-120 жиілікте орындаңыз. 30 компрессиядан кейін қайта тыныс алу жолдарын ашыңыз. Зардап шегушінің маңдайында орналасқан қолдың сұқ және бас бармақтарымен оның мұрнын басыңыз. Ауызды ашық қалдырыңыз, бірақ иекті ұстап тұрыңыз. Қалыпты демді алыңыз және герметизмді қамтамасыз ете отырып, ерніңізді зардап шегушіні айналдыра орналастырыңыз. Зардап шегушінің кеуде қуысының көтерілгенін бақылай отырып, жасанды тыныс алыңыз. Тыныс алудың ұзақтығы 1 секундқа жуық. Басты жазып және иекті көтеріп тұрып, өзіңіздің аузыңызды зардап шегушінің аузынан алыңыз және оның кеуде қуысы қалай түсетінін байқаңыз. Тағы да бір жасанды тыныс алыңыз және зардап шегушінің аузына жасанды тыныс беріңіз. Барлығы 2 жасанды тыныс. Жасанды тыныс алуды жүргізу үшін кеуде қуысының компрессиясын 10 секундтан артық уақытқа үзбеңіз. Бұдан әрі өз қолдарыңызды төс сүйегіне дұрыс қалыпқа келіңіз және тағы кеуде қуысына 30 компрессия жасаңыз. Бұдан әрі 30-да 2 қатынасында кеуде қуысына компрессия жасауды және жасанды тыныс беруді жалғастырыңыз. Егер сіз жасанды тыныс алуды жүргізуге оқудан өтпеген болсаңыз, онда минутына 100-120 жиілігінде кеуде қуысына компрессияны ғана жасаңыз. Кеуде қуысына компрессия жасауды және жасанды тыныс беруді сізге автоматты сыртқы дефибриллятор әкелгенге дейін жалғастырыңыз.
Сізге автоматты сыртқы дефибриллятор әкеп берген кезде АСД-ны ашыңыз. АСД-ны іске қосыңыз немесе көмекшіңізден қосуды сұраңыз. Қораптан электродты алыңыз. Және зардап шегушінің жалаңаш денесіне электродтарды орналастырыңыз. Электродтарда көрсетілген қалыптарға қараңыз. Бір электродты сол жақ қолтық астына орналастырыңыз. Екінші электродты оң жақ бұған астына төс сүйегінің оң жағына орналастырыңыз. Ырғаққа талдау жүргізу кезінде зардап шегушіге жақындамаңыз. Автоматты сыртқы дефибриллятор жүрек ырғағына талдау жасау кезінде зардап шегушіге ешкімнің жақындамайтындығына көз жеткізіңіз. Егер заряд көрсетілмеген болса, тез арада жүрек өкпе реанимациясын бастаңыз. Егер көрсетілсе, разряд беріңіз. Өз іс-әрекеттеріңізді ыммен және барлықтарыңыз әрі тұрыңыздар. Зардап шегушіге жақындамаңыздар, дауыс командаларын айта отырып, зардап шегушіге ешкімнің жақындамайтынына көз жеткізіңіз. Автоматты сыртқы дефибриллятор көрсетілімдері бойынша разряд тетігін басыңыз. Тез арада жүрек өкпе реанимациясын бастаңыз. 32. Кеуде қуысының 30 компрессиясын қалпына келтіріңіз. 30 компрессиядан кейін 2 жасанды тыныс беруді жасаңыз. Жүрек өкпе реанимациясын медицина қызметкері тоқтатқанға дейін, зардап шегуші толығымен оянғанға дейін, өзі қимылдағанға дейін, көзін ашқанға дейін немесе дұрыс тыныс алғанға дейін, сіз шаршағанға дейін жасауды тоқтатпаңыз.